Тарихшылар қырыну дәстүрі неандерталдықтардан басталды деп санайды. Олар шашты айқұлақтың көмегімен қырған. Ең үшкір үн таңдап, шашты теріден қырады. Немесе қолдан жасалған тас қырғыштарды қолданған. Кейінгі ғасырлар бойы ұстараның пішінімен жасалған материалы біраз өзгерістерге ұшырады. Металл ұстаралар пайда болды. Олар мыс пен қоладан, кейінірек те темірден жасалды. 17 ғасырда Англияда ашық жүзді ұстара пайда болды. Онымен әлі күнге дейін кейбір ер адамдар қолданады. Ұстараның бұл түрі қауіпті ұстара деп саналады. Мұндай ұстараны пайдалану адамнан дағдылық пен ұқыптылықты талап етеді. Өйткені жүзі өте өткір. Абайсыз қырынғанда теріні кесіп алуға мүмкін. Сондықтан теріні тартып отырып, ұстараға күш салмай, сырғытып отырып қырыну керек. 1770 жылы Жан-Жак Перри алғаш рет қауіпсіз ұстаралармен қалай қолдану керек туралы жазылған өзіндік қырыну өнері кітабын жариялады. Бұл идеяға французды кәдімгі сүргі шабыттандырды. Мұндай ұстарамен кесу жиегі рамкамен шектелді және терін-теріні кеспейді. Үйде қолдануға арналған, ата аңызға айналған қауіпсіз ұстараны Ким Кэмп Жилет ойлап тапқан еді. Ал 1895 жылы жаңалыққа айналған бір рет қана қолданылатын ұстараның жүзін ойлап тауып, ұстараның тарихында алға бір қадамға жылжытты. Қауіпсіз ұстарамен қырыну үшін теріні дайындау керек болады. Ол үшін ыстық суға суланған сүлгіні қолданып, бетті булайды. Ұстара жинағына келесі аксессуарлар кіреді. Ауыстырмалы жүздері бар ұстара, бетке көбік жағуға арналған жаққыш, ұстараны шаюға арналған су. Сабын көбігімен алдын ала дайындау керек. Қырынуға арналған ұстараны жинау керек. Ұстараның басын бұрып, ауыстырмалы жүзін салу, ұстағыш тұтқасының көмегімен бәрін бекіту қажет еді. Осыдан кейін қырынуға кірісуге болады. Жаққышпен бетке көбікті жағып алып, шашты өсу бағытына қарай қырады. Әр кез ұстараны көбік пен шаштан тазарту үшін сумен шайып отыруға қажет еді. Қырынудан кейін теріні тітіркену мен инфекциядан қорғау үшін бетке лосьон немесе одеколон шашу қажет. 1923 жылы электр мотордың көмегімен құрғақ қырыну туралы Джейкоб Шиктің ойына келді. Ұстараға кішкентай электр моторды салып, оның жүздерін қозғалысқа әкелді. Электр ұстаралар өзі қауіпсіздігіне, пайдалану қарапайымдылығына байланысты өте танымал болды. Өйткені беті булап, көбік жағудың қажеті жоқ еді. Қырынудың өзі аз уақыт алды. Мұндай ұстараның жалғыз күтімді қажет етті. Ол ұстара жиынтығына кіретін арнайы щеткасымен тазалау. Мұндай ұстараны әр кез электр желісіне қосып отыру керек болды. Бірақ ұстаралық индустрия белсенді дамыды. Уақыт өте келе, қолмен қосып қырынуға болатын механикалық ұстаралар пайда болды. Кеңес одағында бұрамалы серіппелі механизмі бар спутник 67 деп аталатын ұстара шығарылды. Бір қырыну үшін кілтті сағат тілмен айналдырып өтіп, 2 рет толық бұрау жеткілікті болды. Айналмалы жүздері қосымша қайрауды талап етпейді және қырыну жиілігін төмендетпейді. Мұндай ұстаралар жолда, сапарда, электр қуаты жоқ жерлерде ыңғайлы болған. Кейбір электр ұстағыштар самай шаштарды, мұртты және сақалды түзету үшін триммер деп аталатын қосымша жүздермен жабдықталған. Соңғы 100 жыл ішінде қырыну технологиялары әрине қарқынды дамыды. Бір рет қолданылатын ұстаралар, көп жүзді ұстаралар, батареяландырылған электр ұстаралар. Бірақ қырыну саласындағы прогресске қарамастан, қырыну технологиясы аса өзгеріске ұшыраған жоқ. Жер бетінде миллиондаған адамдар үшін қырыну күнделікті рәсім екендігі де өзгеріссіз қалды.